Сәлем оқырман, бүгінгі шығарылымда алып қашу құрбаны жайында әңгімелейтін боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, достарымызбен бөлісіп, арнаға тіркеле кетейік. Самал әкесінің ерке тотай қара қызы. Кішкентайынан 3 жылдың ортасында ерке болып өсті. Өзі де әкесінің аузынан түсіп қалғандай. Әкесі Самал десе жанын беретін, неге екенін осы қызын ерекше жақсы көретін. Еркелетіп, қара қызым, дара қызым деуші еді. Ағаларының артынан қалмай ұл мен ұл болып өскен Самал кішкентайынан өжет, бір бетке ер мінезді болып өсті. Ер мінезділігі сонша ағаларының сыныптастарымен төбелесіп, үйіне жылатып жіберетін. Одан қалса сыныптас қыздарын бір-бірімен төбелестіретін. Міне солай өскен Самал әп-сәтте әп-әдемі болып бой жетті. Қара шашы беліне түсіп, майысып жүрген Самалға елдің көзі түсе бастады. Әкесінің алдына неше адам келді, құда болу ниетін білдіріп, ешбіріне мақұл демеді. Қызым өз шешеді, өзінің сүйгеніне барады дейтін. Мектепті жақсыға бітірген Самал арман қуып, қалаға жол тартты. Жолы болып оқуға да түсті. Жаңа қала, жаңа таныстық, жаңа орта бәрі кереметтей болды. Бәрімен тіл табысу еш қиындық соқпады. 2 жыл әпкесімен бірге тұрып, 3 курста оқуы алыс болғандықтан бірге оқитын қыздармен пәтерге шықты. Студенттік шақтың қызықты күндері өте берді. Ешқандай қылтың-сылтыңы жоқ Самал оқудың соңғы курсында өз махаббатын кездестірді. Арман көрші пәтерде тұратын жігіт. Өзі сұңғақ бойлы, денелі, менің болашақ жарым болсыншы дегенде ерекше сымбатты жігіт еді. Әзілдерімен Самалдың бойын баурап алды. Самал да оған кетар емес еді. Бір-бірін ұнататыны көздерінен білініп тұрушы еді. Солай екі ғашық қол ұстасып, болашаққа деген жоспар құратын. Арман Самалды қатты жақсы көретін, не айтса да мақұлдап бәрін жасап отыратын. Әне-міне дегенше оқуда бітіп, диплом алатын күнде жақындады. Арман екеуі өзара келісіп, Самалдың диплом алу кешіне бірге барып, ары қарай ақ босағына аттау керек болды. Бірақ бәрі ол ойлағандай болмады. Арман үй жайын дайындайын деп ауылына жол тартады. Күнде хабарласып, не дайындық жасап жатқанын, жақында бірге болатынын айтып, өздерінше мәз болып, болашаққа жоспар құрып, әзілдесіп, бір-бірін қимай-қимай телефон тұтқасын қоюшы еді. Бірақ банкеттің болуына 1 апта қалғанда Самалдың өмірі күрт өзгерді. Барлық бәле қасындағы пәтерде бірге тұратын жұлдыздың кесірі еді. Өтірік қу түлкідей сеніміне кіріп, арам пиғылын жүзеге асырды. Ағам үйленбекші еді, жеңгем соған ұқсайды екен. Сен сияқты қара торы қыз. Болашақ жеңгеме үйге киетін халаттарын алайын десем, қай түсі жарасар екен деп тұрмын. Маған көмектесіп жіберші деп өтінеді. Самалдың арам ойы жоқ, аңқаулығы сол, бәрін өзіндей көріп, халат, тапочка, тіпті орамалына дейін өзі таңдасып береді. Міне, Жұлдыздың ағасының үйленетін күні де жетті. Жұлдыз қасындағы қыздарға жүріңдер той көріңдер, бөтен емес құрбыларымсыңдар деп шын жанашырдай тойға шақырып жүр. Қыздардың бәрі қуанышты, той көреміз деп улап-жулап баратын болып келісті. Тек Самал бір нәрсені сезгенде ол жаққа аяқ тартпады. Анасына хабарласып еді, байқашы бар бәле қазір қасыңдағы достан, құрбыдан шығады, бармасаң болмай ма дейді. Бұл сөзден кейін тіпті барғысы келмеді, бірақ барлығы жалынып әлек. Жалғыз өзің қалай қаласың? Көршіміз бір топ ер жігіттер дейді. Сені жалғыз қалдыра алмаймыз, бәріміз бірге барып келеміз дейді. Бір жағынан қыздардың көңілін қимай, бір жағынан қасындағы көршілес жігіттерден қорқып баратын болып шешті. Өзін-өзі жұбатып барамын да қайтамын ғой мынау тұрған жер деп Жұлдыздың ауылына келді. Ауыл адамдар улап-шулап жүр келінді күтіп. Самалға да қызық келінді көру. Қандай өзі маған ұқсайды деп едің деп қояды көргісі келіп. Бірақ бұлар ауылға жеткенде әлі келін келмеген екен. Барлық қыздар құтты болсын айтып, ішке кіріп жайғасты. Өздері ештеңе сезер емес. Жұлдыз қайта-қайта сыртқа шыққыштап жүр. Қыздар аса мән бермеді. Ағасы үйленіп жатқанда бір орында отыру мүмкін еместігін біледі. Жұлдыз бастап бір қора әйел кіріп келді. Жұлдыз басын изеп Самалды көрсетіп қояды, әне деп. Ауыл әйелдері бас салып келіп Самалдың басына орамал салып жатты. Самал абдырап Жұлдызға сұраулы жүзбен қарайды. Бұл не өзі дегендей. Жұлдыз мәз енді менің жеңгем боласың деп. Бұлай болмайды деп орамалды лақтырып қалмайтынын айтып, жігіті барын, жақында тұрмыс құратын айтып жатыр. Менің обалыма қалмаңыздар, өтінемін, өздеріңізде қыз бар шығар. Мені қинамаңыздар бұлай дейді жылап. Жұлдыз саған не жоқ? Сен бәрін білесің ғой, неге бұлай жасадың дейді. Бірақ не Жұлдыз, не ауылдағы шулаған әйелдердің тыңдап жатқан ешкімі жоқ. Басын айналдырып алғандай болды. Бетіне келіп ұн шашып, неше түрлі ырымдағын жасап жатыр.
оған көнбейтінін біліп тағы бір апа алдына кесек өледен жатып алды да, енді менен аттап кетсең өмір бойы бақытсыз боласың дейді. Мұндай сорақылықты көрмеген Самал не істерін білмей жерге отыра кетті. Құлағына жердегі апаның сөзі қайта-қайта сайрап тұр. Сен өмір бойы бақытсыз боласың, бақытсыз боласың. Самал отыра қалып жылап отыр. Қасындағы құрбысы бәрін біліп сатып кеткеніме, тұрмыс құрғалы жүргенімді біледі, Арманды қатты жақсы көретінімді біледі, неге бұлай жасады дейді. Басында мазалап жатқан мың сан сұрақ. Неге олай жасады? Не істеймін? Не істесем болады? Енді қайттым. Қазір кетсем бақытсыз боламын ба? Маған сенген Арман не болады? Өз оймен арпалысқан Самал сол отырған жерден тұрмады. Басына ақ орамал жабылды. Солай ұнның киесінен және апаның айтқанынан қорыққан Самал амал жоқтан өзі танымайтын жанға тұрмысқа шықты. Түскен жері өте қарапайым. Ауылда жалданып жұмыс істейтін кісілер екен. Тойды жасауға шамалары келмеді. Тұрмысқа шыққан жігіт оқымаған, тек үйде жатып жер, мамасының ерке тотай баласы болып шықты. Бір қарағанда момын, қой аузынан шөп алмайтын жігіттей, бірақ ішіп алатын әдеті де бар екен. Қу арақ абырой әкелген бе? Ахаңды ішіп алса, өз-өзін танымастай болады. Ішсе қыз-қырқынды аралап, жесір келіншектерге барғыштап, өзіне қол жұмсап не істегенін өзі де білмей кетеді. Бір жағынан күйеуінің осындай мінезіне, бір жағынан ауылдың таңғы 5-тен бастап күйбең тіршілігіне көндігіп жүрген Самал әп-сәтте азып-тозып, қолдары тілім-тілім болып кетті. Азаннан қара кешке дейін бітпейтін ауылдың тірлігі. 3 ай дегенде Самал төркіндетіп, 2 күнге өз үйіне қонаққа барды. Анасы мен әкесі қызының жүдеп кеткенін көріп жүректері ауырды. Сөйлескенде бәрі жақсы дейтін еді. Жақсы еместігі түрінен ақ көрініп тұр. Анасы қызына жан ашып, қызымен ашық сөйлесіп болған жайттардың бәрін суырып алғандай болды. Әкесі екеуі келісіп, құда-құдағиларына хабарласып, 2 жасты бөлек жіберін өтінді. Күйеу балалар ауылда жүрсе ішіп кетеді. Қалаға барып бірге жұмыс жасап, ары қарай отбасы болып кетсін деген ниетпен. Солай екеуі қалаға бөлек шықты. Шықты дегенде аты ғана. Мамасының тәтті кәмпитін сағынған бала 2 күннің бірінде ауылына тайып тұрады. Жұмыс істеп отбасына жауапкершілік алудың орнына дайын тамақты жегенді жөн санайды. Қашанғы күйеуін тосып жүре берсін, пәтерге төлейтін ақша керек, өзінің тапқаны түкке жетпейді. Жұмыс істеп жатқан күйеуі жоқ. Қанша сөйлесе де адам болмайтын біліп, Самалдың ата-анасы қыздарын өз қолдарына алды. Қайтып келген қыз жаман деп, Самал өз-өзін қуыстанып, жылап, қатты стресске түсті. Күйеу Смаға да үй телефонына хабарласып, сені тынышыңа жүргізбеймін, тауып аламын бәрібір деп, одан сайын қорқытатын көрінеді. Арада айлар өтеді. Қыздарының жүдеп кеткеніне жанына батқан ата-анасы Самалды жұмысқа орналастырып, ойы бөлінсін дейді. Бірақ күйеуінен қорыққан бұл үйден шықпайды. Телефон шырылдаса, бұрынғы күйеуіма деп қорқатын күйге түсті. Зымырап жатқан уақыт дерсің. Міне солай қорқынышпен жүргенде 3-4 жылда өте шықты. Осы жылдар Самалға оңай соқпады. Өз-өзіне келуі осыншама жылдар алды. Әбден бәрі тынышталған соң жұмысқа тұрып, көңілі жайланып, адамдармен араласа бастады. Жұмысында бойдақ болғасын тұрмысқа шық деген әйелдер өздерінің іні-ағаларын айтып әлек. Самал бұрынғы тұсына қайта оралғысы жоқ еді. Бірақ тағдыры ма, бұйрық па, қасындағылардың айтуымен әйелінен айырылған бір ер азаматпен танысты. Салмақты, бір сөзді жігіт екен. Екеуі ұзақ отырып болған жайттың бәрін бүге шекпессіз бір-біріне айтып берді. Оның кішкентай баласы барын білді. Кішкентайдан анасыз қалу не деген жаман еді. Солай тұрмысқа шықпаймын деген ойынан қайтып, кішкене ботағанға ана орнына ана болғысы келді. Солай Самал 2-ші рет тұрмысқа шықты. Келін болғаннан баласын бауырына басты. Ана қамқорлығын сезінді ме, кішкентай ботақанда Самалдың қасына жатып жанынан шықпайтын. Аналық мейірімі оянған Самал артынан бір қыз, 2 ұл баланы дүниеге әкелді. Қазір бақытты, үлкен ұлы анашым деп сыйлап, артынан ерген бауырларын жақсы көріп отырады. Самалдың өткен өмірі түс секілді, қазір бір үйдің сүйікті келіні, ардақты анасы, аяулы жары болып отырған жайы бар. Егер оқырман, сіз де өз оқиғаңызды осы YouTube арнасынан тыңдағыңыз келсе, оқиғаңызды төмендегі WhatsApp ссылкаға жіберсеңіз болады. Оқиғаңыз анонимді түрде шығатын болады.